Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бико. Бүгін мен достар Майнкрафтқа қалай мод салатын үйрететін болам. Сендер көптерің сұрақ көптіңдер, комментарий жазыпсыңдар. Мен енді кішкене уақытым болмай қалды, сондықтан видеоны кеш шығарып жатырмын. Әлі 50 лайк жиналған жоқ, бірақ сендердің сұрағасын сендер шығарып жатырмын, короче. Ол модты орнату үшін сендерге бірінші Forge жазу керек. Яғни мод деген папканы шығару үшін Forge жазу керек. Сондықтан бірінші біз Google Chrome'да ашамыз. Так, достар, біз Google Chrome'да ашамыз, және де дәл осындай Forge-ды біз жазасыңдар. 1.10 менікі, мысалы көбінесе ойнайтын. Сосын дәл осы официальный сайтына кіресіңдер. Официальный сайтына кіресіңдер, сосын түгел ашылған күтейік, мен сендерге барлығын үйретемін. Так, міне астында Forge міне. Так, мына орысшаға айналдырады дейді, типа. Давай. Міне, короче, екечер. Қазір көрейік, тағы обновление отырға деп. Күтейік. Менде қуып тұрмын да. Менде енді ауылда тұрғандықтан интернеттен слабый. Сосын мына жерде мына кнопкаға кірсеңдер, версия толып тұр міне. Осыған кіресіңдер енді. Сосын кері бүйтіп алып тастайсыңдар, міне дәл осы кнопка. Сонда версиялар бар, мысалы өздерінің қалаған версияларын іздейсіңдер, бірінші версиядан уже толып тұрмын да. Мысалға 1.12 кірсеңдер, 1.12-ден бастап толып тұр. Енді қараңдар, үстіндегісін жазбаңдар, көп модты меніңше қабылдамайды, өйткені мен басында ойнағанда қабылдаған жоқ, сосын астындағысын жазып қарадым. Forge-тың астындағысын жазасыңдар, install дегенді басып. Осыны мен жазып алам. Сосын әждегі skip-ті басасыңдар, қазір шығады. Осылай қарай міне осы бұрышта тұрады. Короче, осылай барасыңдар. Skip деген кнопка шығады, соны басасыңдар. Болды, міне менде жазулы енді. Сондықтан оны мен қазір жазбаймын. Сендер жазып аласыңдар. Так, достар, мен лаунчерді аштым. Енді лаунчерден установите jar дегенді басасыңдар. Содан кейін басқаннан кейін сендер файл дегенді басасыңдар. Мына жерде сендерге Pajaf лаунчерге керек заттардың бәрін шығарып береді. Сосын, короче, сендер мен жаңа жазған Forge-ымды басамын үстінен. Енді күтем. Енді кішкене күтем. Ар жағынан бір не шығу керек, қазір күтеміз. Так, міне шықты. Осыған дейін күтеміз. Сосын мышкын шығарасыңдар да. Қазір күте тұрыңдар. Міне окейді баса саласыңдар. Болды, сендерде Forge дайын. Болды, жай ғана. Содан кейін кнопканы басасыңдар, мына өрше. Тұрғанды басасыңдар. Болды. Бізде Forge бар міне. Міне 1.7.10 Forge деп тұр. Міне Forge жазылды. Енді сендер Smell мод орнатасыңдар. Мен сендерге көрсетейін мод орнатуды. Ал ендеше кеттік. Так, достар, енді біз қазір Майнкрафттың модына кірдік. Короче, Майнкрафт 1.10 мод дедік. Любой мод таңдаймыз, себебі біз сендер өздерінің қалаған заттарын таңдайсыңдар. Мысалы, біз модтарды іздейміз. Мынандай ешектің арбасы ма, бірдеңе, тағы мобтардың қыпысын көрсететін аяқта тұр. Ух ты, мынандай маған ұнады. Мебель маған зат сондай. Типа маған ұнады осы. Осын жазғым келіп тұр мен. Так, осындай версияларға бар. Тек қана өз версиясын жазыңдар, әйтпесе мод істемейді. Вообще істемей қалады. Так, осындай суреттерін көріп алсаңдар болады. Мен қазір сендерге просто жазып көрсетсем болды. Так, осы 1.10-ға жазам. Содан кейін болды, енді сендер күтесіңдер. Болды, жай ғана күтесіңдер мен қазір. Сосын жазылғаннан кейін соны мен сендерге қазір қалай алатынын көрсетем. Міне болды, менде жазылып жатыр. Ал ендеше, короче, сендерге айтып қойын, осы жерде айтайын. Сендерге бірінші Zachiver деген программа керек, экранға шығарам. Осы программаны жазып алыңдар. Ал ендеше біз сол Zachiverға кеттік. Так, достар, біз Zachiverға кірдік. Енді, короче, осыған басамыз, точкаға, мына жердегі, сосын настройка кіреміз. Настройка кіргесін поиск файл деген бар, файлов. Соған кіресіңдер де, жай ғана мына жерде қайда? Ё-моё. Міне, скрытый файл деген бар, міне. Скрытый файл дегенді қосып қоясыңдар. Сол кезде сендерде файл ашылады. Енді болды, шығамыз. Болды. Енді сендер мына даунлоудтан ішіне кіріп, өздеріңнің модтарын тауып аласыңдар. Мен Android-та кіремде, мына жерге видеоға мод деп ашып қойдым. Соның ішінде міне модым тұр. Енді соны сендер копировать етесіңдер, мына жерден копировать етіп, осылай етіп шығып кетесіңдер де, ойбай шықпайсыңдар. Android-қа кіресіңдер, датаға кіресіңдер де, ең астына түсіп, мына жерден Pajaf лаунчерге кіресіңдер, файлды басасыңдар.
сосын точка Майнкрафт басасыңдар, сосын ойбай қайда кіріп кеттім. Модқа кіресіңдер де жай ғана өйстіп лақтыра саласыңдар, болды. И сендерде уже мод орнатылды. Қазір мен сендерге модты көрсетейін. Егер де сенбей тұрсаңдар, міне. Қазір көрсетем. Так, достар, міне мен, Майнкрафтқа кірдім. Енді мен просто модты сынау үшін сендерге бір мерді ашып көрсетейін. Мысалы, мен қоскейг ашып, күн сайын модтарға обзор түсірген кезде енді көрейік. Достар, біз ойынға кіріп келдік, ошым кіріп жеттік. Енді қараңдар, бізге мод мына жерде қосылмапты енді. Міне мынандай бізге қылышқа, балтаға, міне балтаға осындай қосыпты. Ағаш тез шабады деген ойдамын, енді оның бәрін эксперимент етпеймін мен. Менде Майнкрафттың звугы әлі шығып тұр, прикинь. Назад еу. Олзат сонда? Так күші менде Майнкрафттың звугы әлі шығып тұр, ойнама. Так, достар, біз ойынға кіріп келдік, ошым кіріп жеттік, ошым солай. Бізге мынандай заттар қосып, мына жерге вкладка қоспапты. Мынандай шошқа ма бірдеңесі бар екен мынаның. Так, осындай декорация заттар қосыпты, мынандай қосыпты, сосын мынандай игрок па бірдеңелер қосыпты, енді білмеймін, мынандай отырғыш. Бұған отыра алмайды екенсің. Мен жаңа көрдім уже. Сендерден бұрын көріп қойдым. Ренжімең. Так, ойнайтым. Қазір көрейік, ішінде зат бар екен. Ух ты, мынандай. Не бар екен, бұл трейдер екен, көрейік қазір. Так, ойбайында трейд, трейд емес екен. Ішіне істей алмайсың. Мына қойып қойғалады екен мынандай. Ма қандай күшті декорация. Мынандай шошқа қойып қойғалады екен назад. Бұл да типа сүйек, типа декорациялар ғой мынау. Так, осындай шөлмек, осындай. Мод жазып үйрендік деген ойдамын мен сендерді. Сол енді, мод жазып үйрендіңдер ма, комментария жазыңдар. Егер үйренбей қалғандар болса, мен керден шығарам видеоны. Мынау дейтін қам, типа өліп жатыр ма, ұйықтап жатыр ма, осындай фигня. Так, осындай, сосын осындай. Еще мынандай мобтар қосыпты, қазір көрсетейін сендерге. Так, мына кірем мобтарға. Сосын мынандай мобтар добавить етіпті. Так, көріп жіберейік. Осындай. Сосын мынандай қарапайым шошқамен, мына шошқамен бірдей, мынандай екі шошқа қосып қойыпты бізге. Мына шошқа, мына шошқа, қайсының айырмашылығы бар? Мынада көз жоқ, мынада көз бар да. Осы мұны өлтірсе бірдеңе болатын сияқты бар ғой. Мен бірдеңе көрдім бар ғой. Өлтіргенде бірдеңе болатын ағам бар ғой. Мына көзі жұмық, қайда көз жұмық бірдеңе сондай. Өлтіріп көрейік. Бер кел, тупой. Жоқ, дым болмайды, кәмі ет береді. Жарайды. Бізде сосын жаңағы мобтардан мынандай. Назад. Орлама? Орлады. Мынандай попугай қосады екен, прикинь. Попугай емес, зәтет. Үкі қосады екен. Мына сонда тиісетін моб болып тұр ғой да. Қаранда кәменде слиз шығып кетеді. Нормальный қылып қойыншы, мысалы слиз шығып кетті, топ қазір. Жоқ, шыққан жоқ. Мынандай бірден қосады екен, сонда ма выживание айналдырсам тиісем екен. Кейін көреміз. Онда выживание айналдырып көрейінші мен қазір. Өзімді жарайды, айналдырмай қойыншы. Мына сонда тиісетін моб болып тұр ғой, бізге тиісесің ба не сен? Так, осындай енді көрді деген ойдамын, енді білмеймін, мынау бар ғой. Ойнаған кезде, мысалы, үйлер осындай шығып, сосын ішіне мынандай заттар шығып, сендер тексеріп алуларың мүмкін мен ішінен. Білмеймін енді, мен, тегіс әлемге ашып алдым картаны. Болды, осымен біздің видео аяқталды деген ойдамын. Видеоны аса лайк басып арнаға тіркеліңдер. Қалай мод жазып үйрендіңдер ма? Үйренсеңдер лайк басып арнаға тіркеліп, жазылыңдар. Егер үйрене алмай қалған болсаңдар, айтыңдар комментарияға, қысылмай жаза беріңдер комментарияны. Сол үйренбей қалсаңдар айтыңдар. Міне барлығы істеп тұр, міне кәдімгідей істеп тұр, міне модтардың бәрі жазылған. Ең әуелі сендер форс жазасыңдар, и одан кейін болды. Осылай мод істелді. Енді келесі видеода сендерге скин салуды үйрететін боламын. Давай сендер лайк басып арнаға тіркеліңдер, аямаңдар ештеңені. Давай. Сендер комментарий жазыңдар, кері үйрендіңдер ма, үйренген жоқсыңдар ма, соның бәрін жазыңдар. Қозғалмайды екен да. Бұл все енді. Скин тағуды шығарам келесіде, давай. Осымен біздің видео аяқталды. Келесі видеоны күтсеңдер, смело лайктарын баса беріңдер.